Мен шынайы жүзім бұтасымын. Ал көктегі әкем жүзім өсіруші. Маған ілінген, бірақ рухани жеміс бермейтін әр сабақты әкем кесіп тастайды. Ал өнім беретіндерін молырақ берсін деп тазартады. Сол сияқты сендер де менің өздерің айтқан сөздеріме сеніп, рухани таза болыңдар. Менімен тығыз байланыста тұрыңдар. Сонда мен өздеріңмен тығыз байланыста тұрам. Сабақ өздігінен емес, тек бұтасымен байланыста тұрса ғана жеміс бере алады. Сол секілді сендер де менімен тығыз байланыста тұрмасаңдар, рухани өнім бере алмайсыңдар. Мен бұтамын. Ал сендер сабақтарымсыңдар. Менімен тығыз байланыстағылармен өзім де тығыз байланыста тұрам. Сонда олар мол өнім бермек. Ал менен бөлініп сендер ешбір игілік істей алмайсыңдар. Кім менімен байланыста тұрмаса, сол кесіліп тасталған сабақтар іспетті, сыртқа лақтырылып кеуіп қалады. Кепкен сабақтар кейін жиналып, отқа жағылып, жанып кетеді. Ал егер сендер менімен тығыз байланыста тұрсаңдар, әрі менің сөздерім өздеріңмен бірге болса, қалағандарыңның бәрін көктегі әкемнен сұраңдар. Сонда аласыңдар. Егер мол жеміс берсеңдер, менің шәкірттерім боласыңдар. Сол арқылы әкемнің ұлылығы анық көрінеді. Әкем мені қалай сүйсе, мен де сендерді солай сүйем. Сүйіспеншілігімді қабылдай беріңдер. Менің әкемнің өсиеттерін орындап, сүйіспеншілігін қабылдап жүргенімдей, сендер де менің өсиеттерімді орындасаңдар, сүйіспеншілігімді қабылдап жүресіңдер. Бұларды менің көретін қуанышым сендердікі де болсын, әрі қуаныштарың мейлінше толық болсын деп өздерің айттым. Сендерге айтатын өсиетім мынау. Бір-біріңді менің өздеріңді сүйгенімдей сүйіңдер. Адамның достарына көрсететін ең зор сүйіспеншілігі олар үшін өмірін құрбан етуі. Егер менің тапсырғандарымды орындасаңдар, маған доссыңдар. Сендерді бұдан былай құл демеймін. Құл иесінің не істеп жүргенін білмейді. Қайта сендерді достарым деп атадым. Өйткені әкемнен естігендерімнің бәрін сендерге білдірдім. Сендер мені таңдап алған жоқсыңдар. Қайта мен сендерді таңдап алдым. Өздерің барып, рухани жеміс берсін. Сол жемістерің тұрақты болсын деп тағайындадым. Сонда менің атымнан не сұрасаңдар, әкем соның бәрін де береді. Сендерге айтатын өсиетім мынау. Бір-біріңді сүйіңдер. Күнәһар дүние сендерді жек көрсе, оның сендерден бұрын мені жек көргенін біліңдер. Егер де осы дүниелік болсаңдар, ол сендерді өз адамдар ретінде жақсы көрер еді. Бірақ осы дүниелік емессіңдер. Керісінше, мен сендерді күнәһар дүниенің ішінен таңдап, айырып алдым. Сондықтан да ол сендерді жек көреді. Мына айтқан сөзім естеріңде болсын. Қызметшінің жолы қожайынынан үлкен емес. Күнәһарлар мені қудаласа, сендерді де қудалайды. Олар менің сөзімді ұстанды ма? Жоқ. Ендеше сендердің сөздеріңді де ұстанбайтын болады. Осының бәрін менің атымды мойындағандарың үшін сендерге істейді. Себебі олар мені жібергенді танымайды. Мен дүниеге келіп, оларға сөйлемесем, онда олар айыпты болмас еді. Ал енді кінәләріне еш сылтау жоқ. Мені жек көргендер сол арқылы әкемді де жек көреді. Егер мен басқа ешкім жасамаған кереметтерімді араларында жасамаған болсам, олар айыпты болмас еді. Бірақ олар кереметтерімді көргенмен, өзімді де, әкемді де жек көреді. Алайда солар қадірлейміз дейтін киелі жазбаларда мынадай сөздер жазылған. Олар мені себепсіз жек көреді. Бұл сөз осылайша іске асады. Мен сендерге әкемнен бір қамқоршыны жіберемін. Сендерге шындықты білдіретін сол киелі рух әкемнен келіп,
мен туралы куәлік береді. Сендер де куәлік бересіңдер. Себебі қызметімнің басынан бастап қасымда болып келесіңдер.